Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Теория, тәжірибе, нәтиже атты эссе жазуға арналған курсқа қош келдіңіздер. Бұл курстың авторы Амдирова Бақытгүл Нұржанқызы. Осы курстың аты айтып тұрғандай, курс барысында, яғни 3 күнге арналған курста эссе туралы теориямен таныс боласыңыздар. Тәжірибеде қолданасыздар алған мәліметтеріңізді, ақпараттарыңызды, және сол ақпаратты тәжірибеде қолданғанда ғана сіздер ол нәтижеге бағытталған жұмыс, яғни білім болады. Осы курс 3 күнге жоспарланған, жаңа айтып өттім. Біздер бүгін бірінші күні эссе туралы жалпы түсінік, теория және эссе құрылымы жөнінде ақпаратпен таныс боламыз. Олай болса, бәріңізге қайырлы білім болсын. Жалпы эссе дегеніміз не? Осыған тоқталып өтейік. Эссе дегеніміз бұл еркін композицияға құрылған көлемі шағын прозалық шығарма. Аты айтып тұрғандай, қара сөзбен жазылған, сіздің ойыңызды, пікіріңізді білдіретін шағын көлемді жазба жұмысы. Нақты бір мәселеге байланысты адамның жеке әсерін, түсінігін және ой толғанысын бейнелейді. Үшіншіден, эссе дегеніміз бұл автордың өзіндік көзқарасын дәлелдейтін белгілі бір мәселеге өзіндік баға берерлік шығармашылық жұмыс. Мінекей, эссе туралы осындай ақпараттар берілген. Енді эссе ұғымы туралы айтып өтсек. Осы эссе деген сөз бұл француз, ағылшын тілдерінен аударғанда байқап көру, талпыну деген мағынаны, ал латын тілінен аударғанда ойлау дегенді білдіреді. Жанр ретінде енгізген 1580 жылы Мишель Монтень, ал эссе сөзін бірінші рет қолданып, осы жанрда 1597 жылы Фрэнсис Бэкон кітаптарын жазып шығарған. Осы бір эссенің жазудағы мақсаты қандай? Ең алдымен бұл мәселені талқылау. Қандай да бір көтерілген тақырыпты, мәселені талқылауыңыз қажет, талқылап жазуыңыз керек. Өзінің ойын айту, оқырманды ақпараттандыру. Үшіншіден, белгілі мәселе бойынша өз пікірін айту және оны дәлелдеу. Төртінші, оқырман көңілін аудару, эмоция туғызу. Бесінші, іс-әрекетке түрткі болу. Енді осы эссенің өзіндік талаптары бар. Ең алдымен бұл тақырыпты мұқият ойланып таңдау. Дәлелдерді, ақпараттарды жинақтау, идея тізімін жазу. Үшінші, тақырыптан ауытқымау. Эссе жазу осы екен деп, бастан аяқ құр сөзбен жазуға болмайды. Өзіндік талаптарын ескеру керек. Одан кейін абзацтарды байланыстырушы сөз тіркестері мен сөйлемдерді дұрыс қолдануыңыз қажет. Сонымен қатар эссенің кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдері болады. Соны ескеру. Келесі, жазғанды қайта оқып, орфография, пунктуация, стильдік қателердің кетіп қалмауына аса мән беру. Яғни, қателерді тексеріп шығу, жазғаныңызды тағы да бір ой иелігінен өткізу. Енді осы эссенің құрылымдық бөліктері бар. Негізі 3 бөліктен тұрады. Кіріспе бөлім, негізгі бөлім, қорытынды бөлім. Кіріспе бөлімде тақырыптың негізгі мәні мен негіздемесі тезис түрінде көрсетіледі. Ал негізгі бөлімде бұл тақырыпты дамыту, теория, фактілер, идея, ақпараттар, ассоциация, теңеу, сұрақтар қою, аргументтерді орынды пайдалана білу осы негізгі бөлімде қарастырылады. Ал қорытынды бөлімде жалпылау мен аргументтеріңіздің логикалық қорытындысы, шешім, түйін жазылады. Енді эссенің бірнеше түрлері бар. Оны өздеріңізде білетін шығарсыздар. Осының ішіндегі ең негізгісі осы курс барысында аргументті эссеге тоқталамыз. Жалпы эссенің түрлерін атап өтсек, бұл сипаттамалық, анықтамалық, салыстырмалы, аргументті және әдеби эссе. Енді аргументті эссе дегеніміз не? Немесе аргументативті эссе деп те айтамыз. Аргументті эссе дегеніміз бұл логикалық негіздемелер, мысалдар мен зерттеулердің көмегі арқылы дәлелденген белгілі бір шешім. Яғни, автордың қандай да бір көзқарасы, қандай да бір позициясы дәлелдер арқылы, аргументтер арқылы, фактілер арқылы жазылған, қара сөзбен жазылған шығарма десек болады. Аргументативті эссе даулы тақырыпқа жазылған әдеби шығарма.
Басқаша айтқанда, қосыламын және қарсымын деген сияқты дау тудырушы кейбір тезистерді қорғап шығу. Яғни сіз айтылған тақырып, көтерілген тақырыппенен байланысты өзіңіздің позицияңыздың дұрыс, бұрыс екендігін, немесе өзіңізді сол тақырып негізінде айтылған ақпараттарға қосылатындығыңызды немесе қарсы екендігіңізді білдіріп, дәлелдер негізінде өзіңіздің ойыңызды білдіріп жазып шығу. Енді осы аргументті эссенің өзіндік мақсаты бар. Ол аудиторияны белгілі бір көзқарасқа дәлелдер арқылы сендіру. Басқа емес, тек сол ұстаным неліктен тиімді екенін айқын тұжырымдау. Бұл жерде бірнеше ұстаным емес, бір ғана ұстаным болу керек сізде. Мінекей сол сіз таңдаған ұстанымды өзіңіздің дәлелдеріңіз және позицияңыз арқылы дәлелдеп шығуыңыз керек. Одан кейін аргументті эссенің құрылымы бар. Негізгі жалпы эссе сияқты бұл 3 бөліктен тұрады. Кіріспе бөлім, негізгі бөлім, қорытынды бөлім. Кіріспе бөлім не айтылады? Кіріспе бөлімде тақырыпты тұжырымдау, тақырыптың өзектілігі, тақырыпқа қатысты негізгі ойға көшу. Ал негізгі бөлімде автордың алға қойған шешімі, яғни оған дәлелдері, шешімдерді растайтын дәлелдемелер мен және фактілер, мысалдар. Қарсы дәлелдерді немесе қайшылықты шешімдерді қарастыру. Неліктен ол тұсы әлсіз болып отыр? Я болмасын, не себептен сіз оны ол пікірмен келісесіз? Әлде болмасын, неге сіз ол пікірге қарсысыз? Әлде болмасын, сіз көтерілген тақырыпқа қатысты келісесіз бе, әлде болмасын келіспейсіз бе? Осы жөнінде негізгі бөлімде дәлелдер арқылы, мысалдар арқылы жазып шығуыңыз керек. Ал қорытынды бөлімде негізгі шешімді қорғайтын 2-3 ұсыныс сөйлем, түйінді аргументтер қарастырылады. Ұсынылған шешімдерді қабылдамаған жағдайда келетін зияндар туралы жалпы ескертулер және аталған тұжырымның пайдалы жақтары туралы жалпы қорытынды сөз. Яғни аргументтің осындай құрылымы бар. Сіздер аргументті эссе жазған кезде құрылымын міндетті түрде ескерулеріңіз керек. Ал енді алдағы 2 күнде жалпы аргументті эссенің құрылымына қатысты қандай сөздер, сөз тіркестер қолданылады және әр құрылымына қандай дәлелдерді келтіріп жаза аламыз, қалай байланыстыра аламыз, тақырыпқа қатысты өзіміздің позициямызды қалай таңдаймыз, сол жөніндегі ақпараттарменен толығырақ танысатын боламыз. Бірінші күні жалпы аргументті эссе туралы түсінік, сонымен қатар аргументті эссенің құрылымы қандай, сол жөніндегі ақпараттарменен таныс болдық.